Қайырлы күн, құрметті көрермен, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар ал студияда онымен таныстыратын мен Еркінай Өмірбек қызы. Атырауда дүйім жұрттың жағасын ұстатқан қылмыстық іске нүкте қойылды. 23 жастағы Яна Лихкадимованы өлтіргендерге үкім шықты. Алдын ала сөз байласып, аса ауыр қылмыс жасады деп айыпталғандар кінәлі деп танылды. Осылайша сот 24 жастағы Ризуан Хайыржанов пен 25 жастағы Алтынбек Қатимовты өмір бойына бас бостандығынан айырды. Әрі марқұмның анасына моральдық өтемақы ретінде 30 миллион теңге төлеуді міндеттеді. В соответствии с частью 4 статьи 58 Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 58 бабының 4 бөлігіне сәйкес Ризуан Асланұлы Қайыржанов кінәлі деп танылып өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесілсін. Алтынбек Асылбекұлы Қатимов қылмыс жасаған үшін кінәлі деп танылсын. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабының 2 бөлігінің 7-8 тармақтарына сәйкес оған өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Айта кетейін, Яна Лихкадимова 2024 жылдың 18 қазанда үйінен шығып, ізім ғайым жоғалған еді. Марқұмның мәйіті тек 8 айдан кейін Орал өзенінен табылды. Тергеу барысында екі қаскөйдің қорғансыз жанды көлікте буындырып өлтіріп, кейін денесін Жайық өзеніне тастаған анықталды. Содан соң түк болмағандай дәмханаға кіріп сыра ішкен. Бұл қылмысқа қыз жігіт болып жүрген Яна мен Ризуан Хайыржановтың өзара келіспей қалғаны себеп болыпты. Бойжеткен сүйіктісінің басқа біреумен кездесіп жүрген біліп қойғасын қаныпезерлер одан осындай жолмен құтылған. Ақмола облысында 14 жастағы қыз пышақ жарақатынан көз жұмды. Қайғылы оқиға Ынтымақ ауылында болды. Жасөспірімге әлде біреу суық қару сұғып алып, қашып кеткен. Жедел іске кіріскен тәртіп сақшылары күдіктінің ныспысын анықтап, оны қолға түсірді. Ер адам бір тәулікке жетпей Целиноград ауданына қарасты Родина ауылының маңында ұсталған. Оның үстінен қылмыстық іс қозғалып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қаскүнемнің өрімдей қыздың өмірін не үшін қиған әзірге белгісіз. Ол тергеу барысында анықталады. Хочу напомнить, күдікті заң талаптарына сәйкес қатаң жауапкершілікке тартылады. Кәмелетке толмағандарға қатысты кез келген зорлық-зомбылық фактілері ең қатаң түрде тоқтатылады. Тұрғындарды әлеуметтік желілерде жалған ақпарат таратпауға және тек ресми мәліметтерге сүйенуге шақырамыз. Алматы облысында алапат жарылыс болып 8 бірдей отбасы далада қалды. Кеше кешқұрым Талғар ауданында тұтанған тілсіз жаудан 3 қабатты ғимараттың сау тамтығы қалмапты. 17 часов 40 минут подали латентный ствол. Қарабұлақ ауылындағы қарашаны дүрліктірген өртке төтеншеліктер жедел жеткен. Жалаңдаған жалынның арасынан 2 адамды аман алып шығыпты. Тілсіз жау шамамен 500 шаршы метр жерді шарпыған. Құтқарушылардың қағылездігінің арқасында 15 газ баллон тысқа шығарылыпты. Апатқа себеп те осы газ ауа қоспасының таралуы екен. Талғар ауданы Қарабұлақ ауылында 3 қабатты көп пәтерлі тұрғын үйде газ ауа қоспасының жарылуы орын алды. Оқиға орнына жедел түрде жоғары дәрежемен Алматы облысы төтенше жағдай департаментінің күштері мен құралдары жіберілді. Оқиға орнында өрт сөндіргіш штаб құрылды. Өртті сөндіруге газ түтіннен қорғау қызметінің 5 буыны жұмылдырылды. Су беру өрт гидранты арқылы ұйымдастырылды. Жарылыстан 4 адам зардап шегіп ауруханаға жеткізілген, ал баспанасыз қалған жандар түні бойы автобусты паналап өрт сөндіру көлігінде таң атырыпты. Жойқын жарылыс жайлы басты жаңалықтарда толық баяндаймыз. Түркістан облысында жанар-жағармай бекеті өртенді. Сайрам ауданында болған оқыс оқиға сол төңіректегі тұрғындардың әбден зәресін алды. Дәл тас жолдың бойында орналасқан бензин құятын нысанның төбе жабындысынан түк қалмаған. Оқиға орнына 40 өрт сөндіруші 9 техникамен жетіп, өзге де жауапты мекемелер де сол жерден табылды. Құтқарушылардың жанқиярлығының арқасында тілсіз жау көп ұзамай толық сөндірілді. Сөйтіп мамандар алапат жарылысқа жол бермеді. Ешкім зардап шекпеген. Ал куәгерлердің сөзінше тек сол маңда тұрған жүк көлігі жанып кетіпті. Қазір жауаптылар тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тасжолдағы тосын жағдай. Абай облысының полицейлері жүргізушіні бір ажалдан арашалап қалды. Оқыс оқиға Семей-Павлодар трассасында болды. Тәртіп сақшылар жолда теңселіп келе жатқан жүк көлігін байқап тоқтатқан. Ал одан есі кіресілі шығасылы адам түсіп, өзін жайсыз сезініп тұрғанын айтып, қас пен көздің арасында есінен танып қалған. Ал аяқ асты болған жағдайға полицейлер еш абдырамат бірден көмек көрсетіп, алдымен жүрек өкпе реанимациясын жасаған. Сөйтіп, жүрек қағысын ретке келтіріп, жедел жәрдемді күтпей бірден Семейге жол тартып, ер адамды дәрігерлерге тапсырады. Дәрігерлер жүргізушінің инсульт алғанын анықтапты. Қазір ол тиісті ем-дом алуда.
Ақтөбе мектептерінде жарылыс болады, балаларға қастандық жасалады деген хабарлама ата-аналарды дүрліктірді. Ал полицейлер бұл мәліметтің жалған екенін айтып мәлімдеме жасады. Азаматтарды жалған мәліметтерге сенбеуге және тек ресми дерек көздерге жүгінуге шақырамыз. Ақпаратты таратқан тұлғаларды анықтауға бағытталған жедел іс-шаралар қабылданды. Күдіктілер жақын арада анықталып, еліміздің заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылатын болады. Әлеуметтік желіде жарияланған ақпаратта оннан астам мектептің саны көрсетілген. Білім беру ұйымдарында қауіпсіздік шарасы күшейтіліп, әрқайсысының маңында полиция жасағының саны артты. Одан бөлек оқу ордасының бәрінде бейнебақылау камералары бақылауға алынған. Арнайы күзет қызметтер бар. 2 ауысымдағы сабақта кестеге сай өтіп жатыр. Алаңдауға еш негіз жоқ. Сабағымыз күндегідей қалыпты жағдайда өтіп жатыр. Ешқандай ата-аналардан, оқушылардан сұрақтар түскен жоқ біздерге. Бүгін мектебімізде полиция қызметкерлері келіп кезекшілік атқаруда. Оған дейін біздің өзімізде де арнайы күзет бар. Барлығы да өздерінің орнында қалыпты деңгейде жұмыс жасап жатырмыз. Бауырлас елдер арасында алыс беріс арта түседі. Әсіресе жүк тасымалы қарқын алмақ. Ташкентте өткен орталық Азия мемлекеттері басшыларының 7-ші консультативтік кездесуіне қатысқан Қасым-Жомарт Тоқаев шекарадағы шектен тыс тексеруден арылуды ұсынды. Президенттің пікірінше орталық Азияның көлік жүйесін дамытудың кешенді стратегиясын әзірлеу қажет. Өйткені халықаралық аренадағы өзгерістер кезеңінде аймақ елдерінің Еуразиядағы негізгі транзиттік торапқа айналуға бірегей мүмкіндігі бар. Чтобы избежать дублирования. Бірін-бірі қайталайтын тексерістерден, шекарадан өту кезіндегі шектен тыс бюрократиялық рәсімдерден арылу үшін жүкті тасымалдаудың бірыңғай электрондық жүйесін енгізу мәселесін қарастырған жөн. Аймақтың әлеуетін одан әрі нығайту үшін орталық Азияның көлік жүйесін дамытудың кешенді стратегиясын бірлесіп әзірлеуді ұсынамыз. Шекара маңында қалыптасып келе жатқан өнеркәсіп хабы кең мүмкіндікке жол ашады. Оны дамыту аясында жоғары технологиялық жобаларды іске асыруға баса назар аударған жөн. Өңірлік ықпалдастықтың арқасында экономиканың әлеуеті артуда. Жаңа өткізу бекеттері ашылып, автотеміржол байланыс жанданып келеді. Нәтижесінде былтыр өңір ішіндегі сауда-саттық көлемі 11,5 миллиард долларға жетіпті. Көрсеткішті 20 миллиард долларға дейін жеткізу үшін осы қарқынды сақтауға жетті президент. Сондай-ақ мемлекет басшысы өңірдегі өзекті мәселе су қауіпсіздігіне де тоқталды. За последние 5 лет наши страны Соңғы 5 жылда елдеріміз су саясатына қатысты ұстанымдарын жаңғыртты. Су проблематикасының шекаралық сипатын ескере отырып, салалық стратегиямызды үйлестіру маңызды деп санаймын. Бұл бір жағынан су үнемдеудің анағұрлым сәтті тәжірибелерін кеңінен тарту үшін қажет. Алдағы уақытта халықаралық стандарттарға сәйкес орталық Азияның суды пайдалану жөніндегі негіздемелік конвенциясын қабылдауды ойластыруға болады. Мұндай құжат саладағы бірыңғай жұмыс қағидаларын бекітіп, ықтимал қарама-қайшылық алдын алуға мүмкіндік береді. Алматылық бүлдіршіндер қазірден бастап тиыннан теңге құрап қаржылық сауаттылықты үйренуде. Ұлттық валюта күніне орай нөмірі 164-ші балабақшада мектепке дейінгі білім берудегі ерте кәсіби бағдар жобасы аясында шара өтті. Біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев осы жылды жұмысшы мамандық жылы деп атады. Соған сәйкес біздің оқу-ағарту министрлігі жобаны әзірлеп, жобаның аты мектепке дейінгі білім берудегі ерте кәсіби бағдар деген. Сол жобаға 100 мектепке дейінгі балабақшалар кіреді. Пилоттық жоба шеңберінде бүлдіршіндер аспаз мамандығын меңгеруде. Олар қамыр илеп, бауырсақ пен самсаға дейін пісіреді. Әрі оны өздері тұтынады. Бақша ішінен ашылған сұлулық салонына барып, сондағы емханада қаралып, дүкеннен қажетті заттарды сатып алып, ақшаны қалай жұмсауды үйреніп жүр. Сауда жасау арқылы бала бойында қаржыны үнемдеу дағдысы қалыптасады дейді мамандар. Мекеме ұжымы тәжірибелерімен бөлісу үшін өзге балабақшадағы әріптестерін де шақырған. Ол жерде балалар өздері бауырсақ пісіреді, жаңа түрлі салаттар, самса, тоқаш, жаңағы бәрін пісіріп, соны өзара бір-біріне сатады. Мысалы, бауырсақ қанша тұрады, 500 теңге ма, 1000 теңге ма, соның бәрін осы балабақшадан бастап баланың бойына қаржылық сауаттылықты дағдысын қалыптастырамыз. Әзірге айдарымыз осы. Күннің басты ақпараттары кешкі сағат 18:30-да.